Айнұр Тұрсынбаева келін түсірді. Бұл туралы ол өзінің Instagram парақшасында жазба қалдырды. Қатты толқып отырмын. Бұл қуанышты бөліспеудің өзі кінә сияқты. Көзімнің ағы мен қарасы, ұлым Бегланым шаңырағымызға келін әкеп жатыр. Ұлымның кішкентай кезінде қашан өседі деп ер жеткенін күтіп асығатынмын. Келін түсіру деген алыстағы армандай көрінетін. Сөйтсем, уақыттан жүйрік ештеңе жоқ екен ғой. Міне, бүгін келінді болдым. Аппақ келіннің басына ақ орамал тағып, отқа май салғыздық. Әжелеріміз айтпақшы, енді екі қолымызды жылы суға салып отыратын сәтке де жеттім. Зымыраған өмір-ай, сәби болып құшағымда отырғаның кеше ғана сияқты еді. Ер жетіп кеткеніңді байқамай да қалып бұнау. Бақытты болыңдар. Менің қуанышым сізге де жұғысты болсын, деп жазды Айнұр Тұрсынбаева.